Олай болса достар, қазір монтаждауды бастаймыз. Міне бізде дайын кадрлар тұр, осының бәрін бір видеоға біріктіруіміз керек. Ол үшін интернетте CapCut деген бағдарлама бар. Осы CapCut деген бағдарламаны телефонға да, компьютерге де тегін жүктеп ала аласыз. Міне, download, яғни скачать бесплатно деп тұрады, соны жүктеп алыңыз. Жүктеп алып оны орнатасыз. CapCut'ты жүктеп алдым. Қазір интернеттен жазылып жатыр. Жүктегеннен кейін бағдарлама сізге ашылады. Осы ашылған жерге сізге өзіңіздің бағанағы видеоларыңызды, суреттеріңізді салсаңыз болады. Мына жерде создать проект дегенді басасыз. Импортировать деп тұр мына жерде. Осы жерге бүкіл материалдарымызды салайық. Міне бізде 1, 2, 4 дейді. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Барлығын әкеліп мына жерге салайық. Міне видеоны қосамын. Мәссаған, керемет мультфильм шығып жатыр, е? Ей, қарға батыр, әке шешеңді де көріп едім, асқан жақсы құстар еді. Апағаларыңды да білуші едім. Қарға жіберіп қойды, құртты. Мынаны үлкейтіп жіберсек болады, кішкене сәйкес келмей қалыпты. Ақымақ, мақтаншақ басым-ай. Мінекей, жалпы кадрлар дайын, енді астына сөздер қоссақ болады, басында үнсіз қалмас үшін. Ол үшін интернетте тегін қазақша оқытатын жерлерді тапсақ болады, жасанды интеллекттерді. Ол үшін Google-ға қазақша дауыс деп жазамыз. Сол кезде бізде мынандай әртүрлі сайттар шығады. Өзіңізге ұнаған таңдасаңыз болады. Наракит дегені бар, қазақ тіліндегі мәтін дегені бар. Мына жерден лимиттер бар, енді 2000 баланс бар екен мына жерде. Сөйлеуді қалыптастыруды басайық. Біздің сайт табиғи дыбысты сөйлеуді қазақша оқып тұр. Керемет. Енді осы жерде жасап шығайық. Баяғыда бір қарға болыпты деген сияқты. Бізде нақта ертегіміздің желісі бар еді ғой. Сол бойынша жасап шықсақ та болады. Немесе қолмен жазсайық, ұзақ уақыт алмайды. Баяғыда бір қарға болыпты. Ол ұшып жүріп бір құртты көріп қалыпты. Мына жерде ішінен адамдар таңдауға болады сияқты. Альмира дейді. Біздің сайт табиғи дыбысты сөйлеу. Мен ойымша онша емес сияқты. Наракитті көрейікші. Жерде Гүлшат деген бар екен. Алтынай дейді. Сөйлетіп көрейік. Қазір аудио құрып жатыр. Егер тіркелмеген болсаңыз, бұнда ішіне почтаңызбен тіркеліп аласыз. Ол ұшып жүріп бір құртты көріп қалыпты. Осыны сала салайық. Әртүрлісінен тест жасап көре беріңіздер. Айгүлде де жасап көріңіздер. Жылдамдықтарын беруге болады екен. Асықпай 0.8 қылып. Баяғыда бір қарға болыпты. Ол ұшып жүріп бір құртты көріп қалыпты.
Баяғыда бір қарға болыпты. Ол ұшып жүріп бір құртты көріп қалыпты. Өтірік қойған дұрыс сияқты. Баяғыда бір қарға болыпты. Ол ұшып жүріп бір құртты көріп қалыпты. Енді жақсарды. Осын жүктеп алайық. Дауыс деп. Енді CapCut'ты ашамыз. Осы жерге бағанағы дауысымызды қоямыз. Баяғыда бір қарға болыпты. Ол ұшып жүріп бір құртты Мына жерде бізде дауысы жай шығып тұрған сияқты. Дауысын үлкейтіп көруге тырысайық. Жерде громкость деген бар, осыны көбейтеміз. Ал мына жақтың громкостьін азайтсақ болады. Звукқа кірейік. Басынан бастап көрейік. Баяғыда бір қарға болыпты. Ол ұшып жүріп бір құртты көріп қалыпты. Мына жерде мен ойымша бөліп алсақ та болады. Дауысты екінші рет салайық, бірақ екінші бөлігін бөлейік. Қасына қойып, мына бөлікті тартайық. Баяғыда бір қарға болыпты. Ол ұшып жүріп бір құртты көріп Дауысын көбейтеміз. қалыпты. Керемет. Жалпы мультфильм дайын болған сияқты. Енді мультфильмге логотип жазсақ болады. Gemini'ға кіреміз. Қарға мен Форд мультфильміне логотип жасап бер. Достар, енді жасанды интеллект бұл тек фото, видеоға арналған. Мынандай логотип жасап берді, маған ұнап тұрған жоқ. Сондықтан да мен жай ғана чат ашамын. Сол чатқа қайтадан осы запросты беремін. Егер сізге қызық болса, мына жерде академиямыздың атынан, менің өзімнің атынан сізге кәсіби курс дайындап қойдық. Бұл курста біз үшінші кадрын алып қоя салайық. әрбір детальдарды түсіндіріп қана қоймай, оның ішінде киноның элементтерін кәсіби тұрғыда қалай жұмыс істеу керек, қалай монтаж жасау керек, қалай идеяны, сценарий, немесе бесінші кадрды алып қойсақ та болады. Өзі бізге қазір құрастырып береді. көріп тұрғандай біздің қонай, ақсай мен түлкі сияқты видеоларды сізде жасап шыға аласыз. Егер де қызық болса, бізге хабарласыңыз. Біздің WhatsApp нөміріміз астыңызда тұр. Және де Instagramға басқа да сайт. Міне, бізге логотипін жасап берді. Жүктеп аламыз. Біз сіздерді логотип деп қойық. Және осы жерге біздің CapCut'ымызға бағанағы логотипімізді саламыз. Логотипімізді саламыз. Мына текст астында дауыстарын алға жылжытамыз. Сонымен бізде мынандай басы басталады. Ары қарай ішінен переходтар берсеңіз болады, эффектілер берсеңіз болады. Ішінде ақылы немесе тегін эффектілер бар. Мынаны берсек. О, керемет. Баяғыда бір қарға болыпты. Дауыстар алсаңыз болады. Ішінде тегін дауыстар бар. Появление деп жазып көрейікші. Мынаны тексерейік, қандай дауыс. Онша емес екен. Звуковой эффекті дейді. Картун деп көрейік. Картун деген бізде мультфильм. О, мынау музыка күшті екен, бірақ мынау ақыл екен. Осыны қойып көрейік. Әрине мынаның барлығы керек емес бізге.
Былай тартып қойып көрейік. Енді басынан бастаймыз. О, күшті. Баяғыда бір қарға болыпты. Ол ұшып жүріп, бір құртты көріп қалыпты. Керемет достар, біз таза мультфильм жасап жатырмыз қазір. Ей, қарға батыр, әке шешеңді де көріп едім, асқан жақсы құстар еді. Апағаларыңды да білуші едім. Керемет достар, Ақымақ, мақтаншақ басмай. біз 1 минуттық видео жасап шықтық. Сонымен барлықтарыңызды құттықтаймын. Енді осы видеоны толығымен біз экспорттаймыз қазір. Жерде экспорт дегенді басамыз. Кез келген жерге сақтап аламыз. Бағана мен өзімнің мульт жоба деген жеріме сақтаймын. Экспортты басамын. Мына жерден қарға мен құрт деп басамыз. Так, папканы ашамыз. Мына жерден міне қарға мен құрт деген мультфильм толық жасалып шықты. Сонымен достар, кез келген адам осындай мультфильм жасай алады. Сондықтан да барлықтарыңыз көріңіздер, мүмкіндіктеріңізді қолданыңыздар. Қазір мүмкіндіктердің заманы. Егер де сіздерге қызық болса, біздің ақылы курсымызға кіріп, сапалы түрде фильм жасауды үйренсеңіз болады. Достар, енді жасанды интеллект бұл тек фото, видеоға арналған құрал деп ойламаңыздар. Бұл арқылы сіз өзіңіздің кәсіби тұрғыда киноңызды, мультфильміңізді түсіріп, ол арқылы 100 мың, миллиондаған көрілім жинай аласыз, тіпті қаражат тауып жұмыс жасай аласыз. Егер де сізге қызық болса, біз академиямыздың атынан, менің өзімнің атынан сізге кәсіби курс дайындап қойдық. Бұл курста біз әрбір промпттарды, әрбір детальдарды түсіндіріп қана қоймай, оның ішінде киноның элементтерін, кәсіби тұрғыда қалай жұмыс істеу керек, қалай монтаж жасау керек, қалай идеяны, сценарийді беру керек, барлығын толықтай үйретеміз. Мына көріп тұрғандай біздің қонайып, арсай мен түлкі сияқты видеоларды сіз де жасап шыға алатын боласыз. Егер де қызық болса, бізге хабарласыңыз. Біздің WhatsApp нөміріміз астыңызда тұр. Және де Instagramға, басқа да сайтқа кіріп, ақпарат алып, бізден сұрақтар болса сұрай аласыз. Біз сіздерді күтеміз.